Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге үй жағдайында пиццаның жасалуын көрсетемін. Бізге дрожж, 100 граммдай қант, 1 шайны ложка тұз, 100 грамм май, 1 стакан сүт, 1 стакан су, ұн қажет болады бізге. Біз енді осыны табаққа құйып аламыз. Суымызды құямыз. Сүтімізді. Жүз грамм майымызды құямыз. 1 шай қасық тұзымызды, 100 грамм шекерімізді саламыз, ашытқымызды саламыз. Араластырып аламыз. Сөйтіп жұмсақ қана қамыр елейміз. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қана қамыр елеп аламыз. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болды. Осыны май жағып, ашығанша қалдырамыз. Ашығанша бетін жауып қалдырамыз. Міне бізде осындай болып ашыды қамырымыз. Осыны 2 пицца шығады менде. Осыны 2-ге бөліп алып, табаға қойып, оған дейін салмасын дайындаймыз. Үстіп жақсылап дөңгелектетіп аламыз. Шамалы уақыт қалдырсаңыздар, осындай болып жайылады. Майонез бен кетчупты жақсылап жағып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса
комментарий жазып кетіңіздер, лайк басыңыздар. Алдыда тағы да видео шығарамын, менімен бірге болыңыздар. Үсті помидорды жақсылап бетін әндеп сәндеп аламыз. Колбаса қоямыз. Менде осындай пицца болып шықты. Мұны жұмсақ болып шығады. Сіздер де ұнаса жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Комментарий жазып кетіңіздер. Лайк басып. Әдемі болып шығады. Піспей де қалмайды. Міне көріңіздер. Жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдын ала көргендеріңізге рахмет.